Present perfect B1 level ағылшын тілі грамматикасы. Present perfect деген не? Present perfect бұл өткенде болған, бірақ нәтижесі қазір маңызды болған әрекет. Формуласы өте оңай. Subject have немесе has және етістіктің үшінші формасы past participle. Мысалы, бірінші жақта және екінші жақта біз have көмекші етістігін қолданамыз. Ал үшінші жақта және бір адам туралы айтқанда has көмекші етістігін қолданамыз. Және етістіктің үшінші формасы past participle қолданамыз. Мысалы, I have decided, you have finished, they have lost, she has chosen, he has gone. Енді біз ағылшын тілінде білеміз, етістіктің екі түрі бар, regular verb және irregular verb. Regular verb дегеніміз дұрыс етістік, irregular verb бұрыс етістік. Дұрыс етістік дегеніміз regular verb екінші формасында да, үшінші формасында да ed жалғанатын етістіктер. Ал екінші және үшінші формаға өзгергенде ed жалғанбайды, түбірімен өзгеріп кететін етістіктер irregular verb. Бізде қазір мына кестеде irregular verb көрсетілген. Мысалы, be етістігі бірінші формасы infinitive be, екінші формасы past was, түбірімен өзгерген, үшінші формасында past participle been. Енді present perfect'те жиі қолданылатын сөздер, олар just, жай ғана, already, әлде қашан, yet, әлде де, ever, әрқашан, never, ешқашан. Енді мысал келтірейік. I have just finished my work. Мен жаңа ғана бітірдім. Өткенде болған әрекет, бірақ қазіргі уақытта маңызды болып тұрған әрекет болып саналады. Екінші, she has already eaten. Ол әлде қашан жеп қойған. Үшінші мысал, have you finished your homework yet? I haven't finished yet. Төртінші мысал, have you ever visited London? Бесінші мысал, I have never tried sushi. Енді біраз практика жасайық. Мына сөйлемдерде қайсы көмекші етістіктер қолданады? I, мен деген сөзбен have көмекші етістігін қолданамыз. I have finished my homework. Мен үй жұмысын жасап бітірдім. She, үшінші жақта has көмекші етістігін қолданамыз. She has visited Turkey. Ол Түркияға саяхаттады. They have seen this movie. Олар бұл киноны көріп қойған. Енді қысқаша қорытынды. Біз бұл видеода present perfect туралы үйрендік. Ол present perfect дегеніміз өткенде болған оқиға, бірақ қазірде маңызды болып тұрған әрекеттерді айтқанда қолданамыз. Қай кезде қолданамыз? Өмірлік тәжірибені айтқанда, нәтижесі қазір маңызды болғанда және жаңа жаңалықтарды айтқанда қолданады екенбіз.